Танымал футболшы Криштиану Роналду Аль-Насрмен келісім шартты мерзімнен бұрын тоқтатуды жоспарлап отыр. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шетелдік басылымдардың жазылуы бойынша португалиялық аяқ-доп шеберінің мұндай шешім қабылдауына Сауд Арабиясындағы инфрақұрылымның дамымай қалғаны себеп дейді. Егер Роналду келісім шартты бұзса, FIFA ережесіне сәйкес клубқа қалған 2 жыл үшін өтемақы төлеу керек. Регламентте ойыншыға қатысты санкциялар да қарастырылған. Роналду Сауд Арабиясының клубында 1 қаңтардан бері ойнайды. 38 жастағы ойыншы осы уақытқа дейін 17 матчқа қатынасып 13 гол салған.